Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, әрі тез дайын болатын, әрі жұп-жұмсақ, дәмі деген керемет, ерекше болып шығатын лимон мен печеньелар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге осы печеньеміздің басты қоспасы бір лимон қажет болады. Лимонды алып, осылай үкіштің көмегімен, майда бөлігімен барлық сыртқы қабатын, сыртқы қабығын үкіштен өткізіп шығатын боламыз. Неке қыздар, осылайша толықтай бір лимонның цедрасын үкіштен өткізіп алдық. Келесі кезекте осы ыдысымызға қантты салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, рецепттерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыз. Әрі алдағы уақытта қолжетімді заттардан оңай рецепттермен, әрі тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Лайк басып, пікіріңізді қалдырып, әрі каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Қантты салып жақсылап араластырып алдық. Келесі кезекте міндетті түрде бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды алып, тағы да барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Содан соң дайын болған массамыздың үстінен бір жұмыртқамызды салып, тағы да барлығы біркелкі болғанша, біркелкі массаға айналғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстінен міндетті түрде електен өткізілген ұнымызға разрыхлителімізді салып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң осы массамыздың үстінен құйып, қолымызбен жақсылап араластырып, біріктіріп шығатын боламыз. Осылайша барлығын жақсылап илеп, біріктіріп алдық. Содан соң жаңағы лимонның жарты бөлігін алып, осылайша суын, яғни согын сығып алатын боламыз. Және де осы дайын тұрған қамырымыздың үстінен құйып, әрі қарай қамырымызды жақсылап біріктіріп илеп аламыз. Жұп-жұмсақ етіп илеп шығамыз. Қыздар, осы лимон қосылған рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмі де ерекше болып шығады. Сол үшін де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылайша жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп алдық. Қыздар, енді кезекте бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 30 минутқа қалдыратын боламыз. Неке қыздар, 30 минуттан соң қамырымыз дайын болды. Осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Келесі кезекте бізге сахарный пудра қажет болады. Және де осылайша көз мөлшерімен домалақ етіп қамырларымызды жасап шығамыз. Немесе барлығының біркелкі болғанын қаласаңыз, таразының көмегімен өлшеп жасасаңыздар да болады. Барлық қамырларымызды осылай домалақтап, шарик етіп жасап шығамыз. Содан соң сахарный пудраға аунатып, яғни жақсылап сахарный пудрамен араластырып, неке сыртқы бөлігіне формамызға қойып шығатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қыздар, өте оңай, әрі өте тез дайын болатын печеньелардың бірі. Печеньеларымыздың барлығын осылай формамызға орналастырып алдық. Қыздар, және де міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қыздар, одан артық ұзақ ұстамаймыз, 15-20 минуттың өзі жеткілікті. Неке қыздар, біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Дәмі деген ерекше керемет, лимон қосылғандықтан ерекше дәм беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Неке қыздар, өте жұмсақ болып шығады. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, келесі видеоның шығуына мотивация болып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.